Сәлеметсіздерме, студенттер мен курс тыңдаушылар. Бүгінгі 5-ші дәрісіміздің тақырыбы функционалдық бағдарламаны даярлау схемасы. Жалпы бағдарламаны даярлау мәтін редакторын пайдаланып, орындалатын бастапқы модуль файлын құрып, қалыптастырудан басталады. Бұдан соң бастапқы модульді компилятордың немесе ансамбльдердің көмегімен трансляциялау орындалады. Трансляциялаудың нәтижесінде басқа объекттік модульдермен бірге құрастырушы бір жүктелетін модульге біріктіретін объекттік модуль файлы пайда болады. Пайдаланушының командасы бойынша монитор жүктелетін модульді операциялау жүйесіне орналастырады және оның орындалуын қамтамасыз етеді. Компьютерде бағдарламаны орындауға даярлаудың танымал схемасын төмендегіден қарасақ болады. Яғни бұл жерде біз алғашқы бағдарламаның мәнін енгізу, яғни бұнда мәтін редакторын пайдаланып орындалып отырады. Одан кейін алғашқы модульді аламыз. Одан кейін трансляциялау жасалады. Трансляциядан ішінен компилятормен немесе ансамбльдермен орындалып отырады. Одан кейін стандартты бағыныңқы бағдарлама кітапханасы қосымша объекттік модульдер. Яғни бұл жерде бізде объекттік модульдерді құрастыру басталып кететін болады. Оның ішіне құрастырушы бағдарлама орындайды және жүктелетін модуль бізде барлық бағдарламаны тексеріп отырып жүктелетін модульға келетін болады. Басқа бағдарламамен бірлесе отырып бірнеше рет жұмыс істеуге есептеліп жасалған, әрі тиісті түрде безендірілген бағдарлама модуль деп аталады. Стандартты бағыныңқы бағдарламаның өз модулі болып табылады. Өйткені әрбір бағыныңқы бағдарламаны басқа бағдарламаны пайдалануға болады. Бағыныңқы бағдарламаның кемшілігі сонда, ол өзін шақырған бағдарламамен ғана жұмыс істейді. Ал бағыныңқы бағдарламаны орындауына қажетті барлық ақпарат сол шақырушы бағдарлама арқылы беріліп отырады. Бұдан басқа кейбір жағдайларда бір бағдарламаның бірден бірнеше бағдарламамен бірге жұмыс істеу қажеттілігін пайда болады. Яғни бір немесе бірнеше бағдарламамен жұмыс жасауға да өте қажеттігін тигізеді екен. Енді модуль. Модульдің бағыныңқы бағдарламадан айырмашылығы басқа модульдердің кейіннен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл модуль ұғымы бағыныңқы бағдарлама ұғымының одан әрі дамытылуы деген сөз. Ал соңғысы модульдің дербес жағдайы болып табылады. Қазіргі заманғы бағдарламау жүйелері осы модульді бағдарламауды ескеріп құрылады. Бағдарламау жүйесінде модульдің негізгі бастапқы 3 түрі қолданылады. Ол пайдаланушы модуль, жүктелуші модуль және ең соңғысы абсолютті модуль. Бұл үлгідегі модуль адамға ыңғайлы бағдарламау тілінде жасалады. Пайдаланушы модуль 2 бөлімнен тұрады. Модуль денесі және паспорт болып. Бағдарламаны алгоритмдік тілден машина тіліне аудару 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде модульді басқа модульдермен жұмыс істей алу күйіне келтіретін пайдаланушы модульдің пішіннен машиналық пішінге өту орындалады. Модульді ұсынудың осындай пішінді жүктелетін модуль деп аталады. Пайдаланушы модулінен жүктеуші модульге өту соған сай транслятордың көмегімен жүзеге асырылады. Әрбір модульді трансляциялау бар болғаны бір рет орындалады. Одан соң ол кітапханада жүктелуші модуль түрінде сақталады. Екінші кезеңде жүктелетін модульді нақтылы бағдарламамен жұмыс істеуге икемдеу жұмысы орындалады. Бұл кезең жүктеу деп ал орындалатын бағдарлама жүктеуші деп аталады. Яғни компьютердің жадына модульді ендіру, оны жадыдағы оған бөлінген орынға икемделіп орналасуын, сонымен бірге модульді берілген параметрлерді икемдеуді
жүктеу деп түсінеміз. Модульді жүктеу жаңа бағдарламаға модуль қосылған сайын орындалғандықтан, жүктеу қарапайым әрі тез орындалу үшін жүктелуші модуль машина тіліне мүмкіндігінше жақын болуы тиіс. Жүктелуші модуль пайдаланушы модуль сияқты екі бөлімнен тұрады: модуль денесі және паспорт. Модуль туралы қосымша ақпараты бар және оны жүктеуге пайдаланатын паспорт жүктеушіге ыңғайлы пішінде ұсынылады. Ал абсолютті модуль бұл жүктеу нәтижесінде алынған модуль, ол машина тілінде ұсынылады, жадыда өз орнында және басқа модульдермен бірлесіп жұмыс істеуге икемделеді. Сондықтан да абсолютті модуль компьютерде тікелей орындауға жарамды машина тіліндегі бағдарламаның бөлігі болып табылады. Пайдаланушының компьютер көмегімен белгілі бір жұмыс атқаратын тапсырманы бағдарламау жүйесіндегі тұжырымдап беру мүмкіндігі бар. Бұл үшін адамның жүйемен қарым-қатынас тілі пайдаланылады. Тапсырманың адам жүйемен қарым-қатынас тілі мыналар болып мүмкіндік береді. Яғни трансляциялауға жататын пайдаланушы модулінің мәтіні, қандай модульдерді трансляцияланған соң кітапханаға жазу керектігі туралы ақпарат. Жеке модульдерден, оның ішінде дайын модульдерден пайдаланушы қызықтыратын бағдарламаны жинау туралы жүйеге берілетін нұсқау. Алынған бағдарламаларды орындау туралы нұсқау. Жалпы қазіргі заманғы бағдарламау жүйесі көп тілді болып табылады. Яғни бағдарлама жазу үшін және оның әртүрлі модульдерін жазу үшін ең ыңғайлы әртүрлі бағдарламау тілдерін пайдаланған дұрыс және тиімді болады. Бір-біріне сілтеме жасай толтырылған паспорттар болған жағдайда машиналық бағдарламаны алу үшін модульдерді жүктеу процесін негізгі екі кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезеңде берілген бағдарламаны алу үшін жүктелуге жататын барлық модульдер айқындалады. Бағдарламалық модульдер арасында жады болып жұмыс атқарылады және әрбір модуль үшін барлық сыртқы және жалпы объектілердің шын адрестері анықталады. Бұдан әрі модульдердегі тікелей жүктеу жұмысы атқарылып, екінші кезең орындалады. Яғни екінші кезең бізде ең соңғы тестілеу кезеңі болып табылады. Мұнда бізде барлық модульдерді жүктеуші модульді тексеру барысы болып табылады. Рахмет.